Hey, hello, Maris. Hey, hello. How are you? I'm good, thank you. Okay. Hello, достар. Қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздерге ағылшын тілінде амандасудың түрлерін үйрететін боламыз. Бірінші көргендеріңіз біз hello дедік, иә? Мысалы, hello. Hello. Hello'дан басқа тағы қалай айтуға болады? Соны үйренетін боламыз. Hello, Maris. Hey, how are you? Fine. Байқасаңыздар, Maris қазір не деді? Hey деп амандасты, иә? Яғни ағылшындарда сөйлеген кезде hey деп амандасуға да болады. Hey guys, what's up? Яғни hello'дың орнына hey деп қолдансаңыздар да болады, иә? Hey there, мысалы hey there деп, иә? Сәлем бәріне деген мағынаны білдіреді. Hello, Maris. Hello again. Hey де. Байқасаңыздар, hello again дегенді қолданды. Егер бір адамды бір күнде екі рет көретін болсаңыз, немесе одан көп рет көретін болсаңыз, бірақ онымен амандасқыңыз келсе, hello again деп қолдансаңыз болады. Сәлем тағы да деген мағынада ғой. Қазақта да не дейді? Амандықтың артығы жоқ дейді ғой. Сол сияқты амандықтың артығы жоқ. Hello, Maris. How are you? Fine, and you? Good, thank you. Окей, байқасаңыздар, Maris не істеді? Hello дегенге hello демеді. How are you дей салды. Ағылшындарда сондай. Яғни сіз сөйлеу кезінде hi, hello дегенде қолданбай, how are you деп те қолдансаңыз болады. How are you doing? Hello, Maris. Hey, how's it going? Байқасаңыздар, Maris бізге не деді? How's it going деді. Яғни амандасу барысында сіз мысалы hey, how's it going деп сұрауға болады. Яғни мысалы жағдайың қалай деген мағынаны да білдіреді, бір жақ амандасуды да білдіреді. How's it going? Yeah, how's it going? Hey buddy, how's it going? Good morning. Good morning. Байқасаңыздар, good morning. Good morningді қай уақытта қолданады? Good morningді таңнан бастап түскі 12-ге дейін good morning деп қолдануға болады. Good morning to you too, Kev. Morning. Morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoonді қай кезде қолданамыз? Good afternoonді сағат күндізгі 12 мен 6-ның арасында, яғни күндізгі уақытта good afternoon деп қолданамыз. Good evening. Good evening. Good evening. Яғни оны қай кезде қолданамыз? Біз кешкі уақыттарда good eveningді қолданамыз. Естеріңізде болсын бір нәрсе. Көбіне мысалы түннің уақытында да кездессеңіз good evening деп қолданасыз. Өйткені good night деген ол ұйқы алдында айтылатын сөз. Сол үшін good eveningді қолданамыз. Good evening. Hey, hello, Maris. Hey, long time no see. Yeah, that's right. You see? Байқасаңыздар, long time no see дегенді қолданды, иә, амандас болғаннан кейін. Яғни, көрмегелі көп болды ғой деген мағынаны қолданатын болсаңыз, long time no see деп қолданады. Long time no see. Яғни, көрмегелі көп болды деген мағынаны береді. Hello, Maris. Hey, it's been a while. Yeah, that's right. Көрдіңіздер ғой, it's been a while. Яғни, ол не мағынаны береді? Көрмегелі көп болдыны басқаша айтатын болсақ, осылай айтуға болады. It's been a while, иә? Жақсы. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын осы видео. Көргендеріңізге рахмет. Әлде талай қызықты видеолар шығатынына мен уәде беремін. So today we learnt different greetings when you haven't seen someone for a long time or for a short time. Join us at Online English KZ.